Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін осындай какао қосылған творожный пирог жасаймыз. Оның дәмі деген енді жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар ең бірінші біз тестасын жасап аламыз. Тестаға қажетті заттардың барлығын граммен өлшеп жазып қойдым. Қарап өздеріңіз дайындап алыңыздар. Одан кейін ең бірінші ұнды, какаоны електен өткізіп алу керек. Бұл міндетті түрде. Себебі біз тестамызды былай айтқанда ұн крошкасы ретінде жасаймыз, жұмыр қатты теста емес. Міне барлығын електен өткізіп алдық. Ендігі кезекте бізде майды морозильникқа қойып, әбден қатырып алу керек. Одан кейін оны ұнға араластырып отырып, теркадан өткізіп аламыз. Ал егерде майыңызды қатып үлгермесеңіз, онда просто кубиктап турап, ұнға араластырып, ұн крошкасын жасауларыңызға болады. Қолдың температурасымен майлар ери бастайды. Сол кезде біз оған тұзын және қантын саламыз. Одан кейін барлығын бірге араластырып, жақсылап мыжып аламыз. Міне бізде кәдімгідей құм сияқты осындай тестамыз дайын болды. Мұны алып қоямыз да енді начинкасын бастаймыз. Начинканың да керекті заттарын жақсылап жазып қойдым. Описанияға да жазып қоямын. Ашып қарасаңыздар болады. Ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші бізде творогтан бастаймыз. Творог өте ұсақ болуы маңызды. Егерде ұсақ болмаса, сеткада немесе блендер болса, блендердан, мясорубкадан да өткізіп алуға болады. Ұсақ болып тұрған творогтың үстіне 3 жұмыртқамызды және қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мұқият әбден араласуы қажет. Одан кейін үстіне 2 қасық сметанамыз саламыз және ванильный сахар, крахмалды саламыз. Егерде творогыңыз сұйық болып кеткен болса, крахмалды көбірек салу керек. Егерде творог кішкене қоюла болатын болса, онда крахмалды азырақ салыңыздар. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 24 сантиметр форма. Негізі мына рецептпен бұдан да үлкендеу форма алуларыңызға болады. Ұндарыңыз сіздің жетеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен пергамент қағазын сулап алдым, сонда ол кез келген форманы алады. Енді ұн крошкасының 3-тен 2 бөлігін астына жібереміз, яғни көп частын астына жібереміз. Бортиктарын формируем. Одан кейін біздің творожный массамызды құямыз. Құямызда бетіне қалған крошканы себеміз. Көтеріп қойған бортиктарыңыз егер үлкен болып кеткен болса, ақырындап оны үгітіп түсіріп жіберіңіздер. Артық бортик бізге қажет емес. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 40 минут пісіріп аламыз. 40 минутта ол толықтай пісіп шығады. Формадан әбден суығаннан кейін ғана шығарамыз, және қатты суығаннан кейін ғана кесеміз. Ыстық күйінде ішіндегі массасы сұйық болып тұрады. Дәмінің қандай күшті болатынын мен сіздерге айтпай қояйын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңыз да, қонақтарыңыз да сол кеште міндетті түрде жеп қоятын болады. Ас болсын.